Өз-өзінен айналып пісетін ақылды бауырсақтарды ешқандай да құрамына дрожь қоспасаңыз да іші толығымен осылай пісіп 10 минутта дайын болудың құпиясын ашамын. Алдымен пайдалы парақшама тіркелмесеңіз тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыз. Дәл осы құрамдарды блендермен бірінші араластырып аламыз. Енді бұл жердегі құпиясы мен дәл осы Петропавл айраннан құйдым. Кез келген пайыздығын қолдана берсеңіз болады. Пісіріп жатқан өнімдеріңіз дәл осы Петропавл айранмен өте жұмсақ және биік болып көтеріліп керемет болып шығады екен. Енді електен өткізілген ұнды салып, осылай жұмсақ қамыр елеп, барлығын домалақтап алдым, немесе оқтаумен жайып кесіп алсаңыз да болады. Қызып тұрған майда орташа отта, яғни баяу отта осылай қызарғанша пісіреміз. Егер қатты отта пісірсеңіз, арасы шикі болып қалуы мүмкін. Сол себепті баяу орташа отта пісіріп аламыз. Небәрі 10 минутта осындай өте жұмсақ, өте дәмді, өте керемет бауырсақтарымыз дайын болды. Енді осы бауырсақты сгущенка немесе шоколад пастасымен бірге ұсынсаңыз болады. Ал енді біздің отбасымыз осы бауырсақ кез келген тағамды осы Петропавл айранмен бірге ішкенді жақсы көреміз. Сіздерге де кеңес беремін. Өте дәмді кетеді екен айранмен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.